Бұл медуза Торотопсис дорнии. Ол мәңгі өмір сүре алатын жалғыз ағза. Ол классикалық мағынада қартаймайды. Ауыр жарақат алғанда немесе тіпті қатты стресс алған кезде өз денесін қайтадан бастапқы бала кезеңіне қайтарып жібере алады. Мәңгі өмірінің сыры ерекше биологиялық механизмде жатыр. Қалыпты жағдайда тірі ағзаларда жасушалар бір рет мамандық таңдайды. Яғни біреуі жүйке жасушасы болады, біреуі бұлшық ет, енді бірі қан жасушасы. Ал Торотопсис дорнииде қажет кезде оның жасушалары өз мамандығын өзгерте алады. Бір қызметтегі жасуша басқа типке айналады да медуза өз денесін толықтай қайта құрастыра алады. Ғылымда бұл құбылысты трансдифференциация деп атайды. Дәл осы механизм медузаға өзін қайта жинауға мүмкіндік береді. Сондықтан теориялық тұрғыда бұл медуза шексіз өмір сүре алады. Әрине оны жыртқыш жеп қоймаса, инфекция жұқпаса және қорек таппай қалмаса. Ал енді ең маңызды сұрақ бар. Адам сияқты күрделі ағза қартаймай өмір сүре алады ма? Бірақ адам медуза сияқты қарапайым ағза емес қой. Бізде миллиардтаған түрлі жасуша бар. Дәл қазір осы видеоны көріп отқан сәттің өзіңізде де сіздің миллиондаған жасушаңыз өліп, миллиондағаны қайтадан шығып жатыр. Және де бұл абсолютті қарапайым қалыпты процесс. Бірақ неге сол жаңару процесі күндердің бір күнінде баяулайды? Және ең бастысы, қартаю деген жалпы не? Және де оны тоқтатуға болады ма? Бұл эпизодта көретіндеріңіз қартаю дегеніміз не? Оның биологиялық механизмдері туралы қандай теориялар бар? Американдық миллиардер ай сайын миллиондаған доллар жұмсап, шынымен де 48 жасында өз денесін 18 жастағы жігіттің деңгейіне жеткізе алды ма? Ал жер планетасының кей аймақтарында адамдардың 120-130 жыл өмір сүретіндері миф пе, әлде ғылыми факт па? Сәлем, бұл қазақ тіліндегі ғылыми танымдық YouTube шоу. Сіздерге алдын ала өтініш. Арнаға жазылып, лайк батырмасын басып қойыңыздар. Себебі сіздер үшін ол бір-екі ғана қимыл, ал мен үшін ол үлкен көмек. Енді негізгі сұраққа келейік. Қартаю дегеніміз не? Бұл сұраққа бір қысқа жауап жоқ. Себебі қартаю әр жүйеде және де әр жылдамдықпен жүріп отырады. Сондықтан да бір ғана қартаюды толық түсіндіретін әмбебап анықтама беру қиын. Ғылыми тұрғыда қартаю ағзадағы зақымдардың біртіндеп жиналуы, жасушалардың қалпына келу қабілетінің төмендеуі және тіндер мен мүшелердің функцияларының әлсіреуі. Бұл табиғи биологиялық процесс. Қартаю механизмдерін түсіндіретін теориялар өте көп. Осы теориялардың ішінде менің жеке ойым бойынша топ 3 теория. Біріншісі қателер жиналу теориясы, екінші теломеразиялық гипотеза және де үшіншісі жасушалық қоқыс теориясы. Ағзадағы барлық жасушалар үнемі бөлініп отырады. Әр бөлінген сайын ДНК-ның көшірмесі жасалады, бірақ табиғатта мінсіз жүйе жоқ. Әрбір көшірме кезінде микроскопиялық қателер пайда болады. Бір қате проблема емес. Ағза мұндай ұсақ кемшіліктерді түзете алады, бірақ мәселе қателердің келесі жасуша бөлінген уақытта жазылып кетуінде. Қателер уақыт өте жинала келеді. Ал дәл осы қателердің жиналуы қартаюдың фундаментальды механизмдерінің бірі. Елестетіңіз, қолыңызда бір құжат бар. Бұл құжатта сіздің бойыңыз, көз түсіңіз, ағзаңыздың қалай жұмыс істеу керектігі сияқты барлық негізгі ақпараттар жазылған. Енді осы қағазды сканерге салып көшірмесін алыңыз. Бірінші көшірме сапалы шығады. Бірақ енді оригиналды емес, сол көшірменің өзін қайтадан сканерлерге салып, тағы да бір рет көшірме жасайсыз. Сосын тағы. Көшіру процесін 10 рет қайталасаңыз, жазу сәл бұлыңғырлана бастайды. 100 рет қайталасаңыз, әріптер анық емес болып көрінеді. 1000 реттен кейін бастапқы ақпаратты тану мүмкін болмай қалады. Дәл осы үрдіс біздің ағзамызда да болып жатады. Әр жасуша бөлінген сайын ДНК қайта көшіріледі. Бірақ көшірме ешқашан мінсіз болмайды. Әр жаңа жасуша алдыңғысының көшірмесіне негізделгендіктен ұсақ қателер бірінен кейін бірі көбейіп жинақтала бастайды. Уақыт өте келе жасушалар бастапқы сапасын жоғалта бастайды. Нәтижесінде тіндер әлсірейді, энергия азаяды, иммундық жүйе баяулайды, тері серпімділігін жоғалтады. Мұның бәрі бір күнде болатын өзгерістер емес, жылдар бойы жиналған өте ұсақ қателердің нәтижесі. Әрине, ағзада бұл қателерді түзеп отыратын жүйелер бар. Бірақ уақыт өте келе осы жүйелердің өздері де істен шыға бастайды. Сондықтан қартаюды қарапайым сөзбен былай түсіндірсек болады. Адам өз ағзасының көшірмесінің көшірмесі.
Тағы да бір қартаю процесін түсіндіретін үздік гипотезаларының бірі теломеразалық гипотеза. Ағзамыздың қандай болу керек екені, бойымыздың ұзындығынан бастап ішкі мүшелеріміздің қалай жұмыс істеу керектігіне дейін барлығы біздің гендерімізде, яғни ДНК-мызда жазылған. Бір ғана жасушаның ішіндегі ДНК ұзындығы шамамен 2 метрге жуық. Ал ағзам ағзасында орта есеппен триллион жасуша бар. Егер осы барлық ДНК-ны бір-біріне жалғап бір ұзын жіп қылсақ, ол жер экваторын миллиондаған рет айналып шығуға жетер еді. Осындай орасан зор ақпарат жасушаның ішінде жай ғана шашылып жатпайды. Ол тығыз оралып, жинақталып, хромосомалар деп аталатын құрылымдарға бірігеді. Ал осы хромосомалардың әрбір ұшында теломерлер орналасқан. Теломерлерді ең қарапайым тілмен айтсақ, хромосомалардың ұшын қорғайтын қорғаныш қақпақ деп есептетуге болады. Мәселе мынада: жасуша әрбір бөлінген кезде хромосоманың ұшындағы бөлік толықтай көшірілмей қалады. Егер хромосоманың ұшында теломерлер болмаса, әрбір бөліну сайын маңызды гендер біртіндеп кесіліп жоғала бастар еді. Осылайша теломерлер генетикалық ақпаратты қорғап тұратын буфер сияқты. Бірақ теломерлер шексіз емес. Әрбір жасушалық бөліну сайын олар біртіндеп қысқара бастайды. Ал теломерлер белгілі бір шекке жеткен кезде жасуша енді бөлуді тоқтатады. Бұл күйді жасушалық қартаю деп атайды. Сол себепті теломерлерді биологиялық сағат деп атайды. Осы жерде логикалық сұрақ туындайды. Егер теломерлер қысқармаса, жасушалар мәңгі бөлініп, адам мәңгі өмір сүре алар ма еді? Теориялық тұрғыда бірақ бұл жерде бір маңызды қауіп бар. Әрбір бөліну сайын генетикалық қателер жинала бастайды. Егер теломерлер жасушаны тоқтатпаса, бұл қателермен бірге жасушалар бақылаусыз, шексіз бөліне бастар еді. Ал дәл осы процесс ісіктің пайдалы болуына әкеледі. Сондықтан теломерлердің қысқаруы кемшілік емес, қорғаныс механизмі. Ол ағзаны қатерлі жасушалардың шексіз көбеюінен сақтайды. Теломерлік гипотеза бізге бір маңызды шындықты көрсетеді. Жасушалар мәңгі өмір сүруге арналмаған. Қартаюды түсіндіретін үшінші маңызды теория сенесценттік жасушалар теориясы. Жасуша өмірін әдетте екі түрлі жолмен аяқтайды. Біріншісі апоптоз. Бұл жасушаның жоспарланған өлімі. Апоптоз кезінде жасуша өледі, ал оның пайдалы элементтерін көрші жасушалар қайта пайдаланады. Бұл таза, қауіпсіз процесс. Екінші жол некроз. Бұл жоспарланбаған, бақылаусыз өлім. Некроз кезінде жасуша жарылып, айналасындағы тіндерге зиян келтіреді. Мәселе мынада: апоптоз әрдайым мінсіз жұмыс істемейді. Кейбір зақымданған жасушалар өлмейді де, бірақ өзінің қызметін де толық атқармайды. Нәтижесінде ағзада біртіндеп жасушалық қоқыс жинала бастайды. Осы қоқыстың ең маңызды бөлігі сенесценттік жасушалар. Сенесценттік сөзі латынның senescere, қартаю деген сөзінен шыққан. Бұл жасушалар тірі, бірақ енді бөлінбейді, және де бұрынғы функциясын да атқармайды. Уақыт өте келе бұл жасушалар ағзаға зиян келтіре бастайды. Олар айналасына әртүрлі биологиялық заттарды бөліп отырады. Қарапайым тілмен айтсақ, сенесценттік жасушалар айналасындағы сау жасушаларға үнемі мазасыздық сигналын жіберіп отырады. Соның салдарынан ағзада созылмалы әлсіз қабыну пайда болады. Тіндердің қалпына келу процесі төмендейді. Иммундық жүйе нашарлайды, ал мүшелер біртіндеп өз функцияларын жоғалта бастайды. Осылайша сенесценттік жасушалар теориясы қартаюдың тағы да бір маңызды қырын көрсетеді. Мәселе тек жасушалардың өлуінде емес, кейбіреулердің керісінше өлмей, бірақ ағзада жиналып қалуында. Американдық миллиардер Брайан Джонсон ай сайын шамамен 1,5-2 миллион ақш долларын жұмсап, қартаюды баяулатамын, тіпті мүмкін болса мүлдем тоқтатамын деп жариялады. Ол өз үйін жеке биомедициналық зертханаға айландырды. Үйдің ішінде қан алу бөлмелері, анализаторлар, сканерлер, ұйқы мен тынысты бақылайтын құрылғылар, жарық пен температураға автоматты түрде реттелген жүйелер орнатылған. Ол күн сайын ондаған медициналық зерттеулерден өтеді. Қан анализдері, гормондар, қабыну маркерлері, эпигенетикалық жас, теломерлер ұзындығы, ішек микробиотасы, МРТ, КТ, ультрадыбыс, ЭКГ, эхокардиография, декса, митомографиясы бәрі тұрақты түрде қайталанып отырады. Оның әрбір мүшесі бөлек есептелінеді. Жүрек жасы, ми жасы, бауыр жасы. Күн сайын ол 67-ге жуық саплемент қабылдайды. Әр капсула нақты бір биомаркерлерге бағытталған. Ең қызығы, Брайан Джонсон мұның бәрін жасырып отырған жоқ.
Ол барлық деректерін, нәтижелерін, тіпті сәтсіз эксперименттерін де ашық жариялайды. Өзінің айтуынша, ол өзінің жеке жобасы емес, бүткіл адамзатқа арналған тәжірибе. Бірақ бұл жерде бір маңызды сұрақ туындайды. Брайан Джонсонның кейбір әрекеттері қарапайым адамның ойына да сыймайды. Мысалы, бір күнде 67 капсула ұшу, әлеуметтік желіден де, әлеуметтік өмірден де саналы түрде бас тарту, әр ішкен тамағының КБЖ-ын есептеу. Жарайды, бұл енді қалыпты деп есептейік. Бірақ өзі қалау бойынша тамақ ішпейді. Және де эмоцияларды стресс ретінде қабылдап, олардан да бас тартуға тырысқан. Кешкі сағат 8:30-да жатып, таңғы сағат 5:30-да тұрады. Брайан Джонсонның өмірі минутына дейін есептелінген. Мысалы, спонтанды шешімдер жоқ. Бәрі алдын ала шешілген. Әрине, кейбір көрсеткіштері жақсарды. Кейбір мүшелерінің биологиялық жасы төмендеді. Бірақ сұрақ мынада: егер адам қартаймау үшін өмірінің өзін құрбан ететін болса, бұл шынымен де ұзақ өмір ме, әлде ұзақ сақталу ғана ма? Ұзақ өмір сүру үшін миллиондаған доллар жұмсау міндетті емес. Әлемде қартаюмен күреспей, табиғи жолмен ұзақ өмір сүретін ерекше аймақтар бар. Ғылымда оны Blue Zones, яғни көк аймақтар деп атайды. Бұл аймақтарға Сардиния аралы, Окинава, Икария, Коста-Рикадағы Никоя түбегі және ақштағы Лома Линда жатады. Географиясы, климаты, мәдениеті, тіпті діндері де әртүрлі. Бірақ бұл жерлердің бір ортақ қасиеті бар. Адамдар мұнда 90-100 жасқа дейін ғана емес, кейде одан да ұзақ өмір сүреді. Blue Zones тұрғындары жаяу жүреді, үй шаруасымен айналысады, бақша қазады. Қозғалыс олардың өмірінің арнайы бөлігі емес, күнделікті тіршіліктің табиғи жалғасы. Тағы да бір ортақ қасиет өмірдің мағынасы. Окинава аралында оны икигай деп атайды, ал Никояда план де вида, яғни таңертең тұруға себеп. Blue Zones бізге бір маңызды шындықты көрсетеді. Ұзақ өмір бұл генетикалық лотерея емес, қымбат эксперимент те емес. Бұл орта, қарым-қатынас және өмір салтының нәтижесі. Қазіргі таңда қартаюға қарсы бағытталған ғылым анти-эйдж қарқынды дамып жатыр. Жаңа биомаркерлер анықталуда, жасушалық механизмдер тереңірек зерттелуде, қартаюдың жекелеген салдарын баяулатуға мүмкіндік беретін жаңа әдістер пайда болуда. Бірақ осы жерде ең маңызды сұрақ туындайды: қартаюды толық тоқтатуға болады ма? Қысқа жауап: жоқ. Қартаюды толық өшіріп тастау мүмкін емес. Себебі қартаю тек бір механизмге ғана тәуелді емес. Ол қателердің жиналуы, теломерлердің қысқаруы, сенесценттік жасушалардың көбею сияқты көптеген биологиялық процестердің жиынтығы. Бұл процестерді бір жолата тоқтату тек биология заңдарына ғана емес, тіпті физика заңдарына да қайшы. Сондықтан қазіргі ғылымның ең маңызды мақсаты қартаюды жеңу емес. Мақсат оның ең ауыр салдарын баяулату. Созылмалы ауруларды азайту, когнитивті функцияларын сақтау, қозғалыс қабілетін ұзарту, өмір сапасын мүмкіндігінше ұзақ ұстап тұру анти-эйдж ғылымның бүгінгі ең маңызды шешілетін сұрақтарының бірі. Сонымен, қартаю дегеніміз не? Бұл бізге зиян келтіретін процесс пе, әлде ағзаның қорғаныс механизмі ме? Көбіне қартаю жау ретінде қабылданады. Әжімдер, әлсіздік, ұмытшақтық, аурулар. Бірақ биология тұрғысынан қарасақ, қартаю ағзаның өзін өзі қорғау үшін іске қосылатын механизм. Теломерлердің қысқаруы, жасушалардың бөлінуі тоқтауы, сенесценттік жасушалардың пайда болуы, мұның бәрі бір мақсатқа қызмет етеді. Егер жасушалар шексіз бөліне берсе, адам қартаюдан емес, қатерлі ісіктен әлде қайда өмірден өтер еді. Бірақ осы жерде бір маңызды айырмашылық бар. Қартаю міндетті, ал оның салдары міндетті емес. Сондықтан мүмкін басты сұрақ: қалай қартаймаймыз емес, қалай дұрыс қартаямыз деген сұрақша. Денеңіз қартайса да ойыңыз қартаймасын. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Ұнайды батырмасын басып, арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыз. Мен үшін ол өте үлкен алғыс.